530 жылы Еуразия даласында адамзат тарихындағы аса маңызды шайқастардың бірі өтті. Бұл, сақтардың патшайымы Томирис пен Парсы патшасы Кир-ей арасындағы қанды қақтығыс. Екі алып күш өзара мүдде үшін қақтығысып, тарихтың бағытын өзгерткен болатын. Томирис сақ массагеттер тайпасының атақты патшайымы. Ол батырлығы, шешендігі және көсемдік дарынымен көзге түскен. Елін отарлауға келген кез келген дұшпанға қарсы тұрған ұлы тұлға. Ол тек билеуші ғана емес, сонымен қатар халқының қорғаны болды. Кир-ай Парсының ұлы патшасы, Ахемен әулетінің негізін қалаушы. Ол өз дәуіріндегі ең қуатты мемлекеттердің бірін құрды. Мидия, Лидия, Вавилон сияқты алып елдерді жаулап алып көзін сақтарға тіккен еді. Оның арманы бүкіл әлемді бір тудың астына біріктіру болатын. Кир сақ даласына 3 мәрте жорық жасады. Алғашқы 2 жорығы сәтсіз аяқталса да, 3-ші жорық 530 жылы Тынық өзені бойында шешуші шайқасқа ұласты. Бұл оның ең соңғы жорығы болды. Кир айла шарғы қолданып, сақтардың бір бөлігін тұтқынға алып, олардың арасында Томиристің ұлы Спаргаписте болған. Бұл ананың ашуын тудырды. Томирис жауынгерлерін ұйымдастырып, Кирдің әскерін қоршап, тас талқанын шығарды. Шайқастың стратегиясы дала соғысы, шапшаңдық пен тосын шабуылдарға негізделді. Ақыры Кир әскермен бірге қаза тапты. Бұл шайқас тек бір халықтың жеңісі емес, еркіндіктің, тәуелсіздіктің нышанына айналды. Томирис отан қорғаудың символы. Бұл оқиға арқылы сақтар өздерінің кім екенін, қандай рухты ұлт екенін дәлелдеді. Ал Кирдің өлімі шектен тыс жаулап алушылықтың соңы болғандай көрінді. Bitti!